Сәлем достар, менің есімім Нұржапаева Анель, мен жыныстық проблемаларды шешетін сексолог тренер. Егер сізде төсек қатынас проблемалар болса, жалпы сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде менің инстаграм парақшама тіркеліңіз. Осы видеоның астында сілтемесі тұр, сол жерде пайдалы, қызықты ақпараттармен мен бөлісемін. Негізінен осы салада мен 7-ші жыл жұмыс жасаймын, және де көп тиктокта болсын, инстаграмда болсын, ютубта болсын, көбісі менің жеке өмірімді сұрайды да. Тұрмыстасыз ба, балаңыз бар ма, жалпы өзіңіз жайында айтыңызшы деген сұрақтар қояды. Сол үшін жаңа оқырмандарым көп да қазіргі таңда. Сізге осындай мен сексолог ретінде менің жеке өмірім жайында айта кетейін да. Жалпы мен жайында айтсам, ең басты факторлар бұл менің жасым 33-темін, осы жыл мен 34-ке толамын иншалла. Әрине қазіргі жастар сұрақ қойғанда қалай төсек қатынас, қалай, не дегенде, мына жерде өзімнің жеке басынан өткен нәрселермен мен бөлісем әрине да, потому что көптеген мен де білмеймін, мен де іздемегенмін да, мен де үйде осында ашық сөйлеспегенміз да, сол үшін осындай нәрсе болмасын деген ниетпен осындай видеоларды мен жастарға да, үлкендерге де түсіріп жатырмын да, осындай бір ютубтан қазақ аудиториясына пайдасы тисін деген ниетпен мен видео түсіріп жатырмын да, ютубта. Білімді мен Мәскеуден алдым, 2016 жылы мен Мәскеуге барып, сол жерде білім алуға бардым. Бір жыл бойы мен сол жерде тренерлік сексология тарапынан білімді алғанмын. Әрине, қазіргі таңға дейін мен білімді тоқтатпадым, осы салада әлі күнге дейін білім алып, үйреніп жүрмін да. Күнделікті жұмысым, бұл әйелдермен жұмыс жасаймын көбінесе, бұл тренингтер да, әйелдердің босанғаннан соң да, көбінесе өз қалпына келу, төсек қатынаста ашылу, оргазм алу, сезімталды күшейту, күйеумен қарым-қатынасты жақсарту деген ниетпен мен жұмыс жасаймын. Бұл негізі менің миссиям ретінде, мен оны миссия ретінде санаймын. Сол үшін оған көбісі айтады, мен хейтерлер бар, көбісі сен ақша деп қойдың, негізінен мен одан даже ютубтан да ақша вообще как бы нольге шығады по идее да, расходтармен қарағанда вообще. Ол миссия дегені бұл пайдам тисін ертеңгі қазіргі таңда да, мен қазір де пайдасын көріп жатырмын. Қаншалықты маған жекеге сұрақ келеді, Анель ханым, сізге рахмет, күйеумен қарым-қатынасым жақсарды, көптеген еркектер өзінің әйелдеріне жібереді, үйреніп ал деп да. Уже алдына төсек қатынасқа түскенде жастар да қалай төсек қатынасқа түсу керек, қалай жоспарлау керек, нені сұрау керек, сондай көп пайдалы. Негізінен қазір білмеймін, қазіргі таңда ютубта қанша видеом бар, өте көп сұрақтарды уже көптеген, уже талқыламаған тақырып жоқ шығар деп ойлаймын мен, достар. Кстати, талқыламаған болса тақырыптар, осы видеоның астына пікір қалдырыңыз, соған мен міндетті түрде видео түсіремін. Достар, енді жеке өміріме келсек, да, әрине бұл салада жұмыс жасаған соң, осы салада көп сөйлеген соң әркімге бұл тақырып қызық. И осы жылы әрине мен баяғыдан бері үйленем, күйеуге шығу керек деген ниетпен жүрдім, бірақ сәті келмеген, Алланың енді бұл бір тоже жоспары мен үшін да. Осылай жүрдім. И февраль кезінде осы жылды, 2022 жылы мен умра қажылығына барғанмын. Сол кезде бір ғана дұғамен бардым, шын айтсам. Мен бір ғана дұға, бұл күйеу, семья құру, бала шаға, осындай бір ниетпен барған. И бүкіл қажылық бойында мен күйеуді сұрағанмын, шын айтсам. И сосын жақындарда уже умрадан келген соң мен таныстым. И бізде шүкір бәрі жақсы болды. Тез арада біз үйлендік. Так что мені құттықтап қойыңыз. Мен оны айтпадым. Сол үшін сізге былай ашығынан айтайын. Мен күйеуге шықтым. Мен үшін тоже дұға жасап қойыңыз. Тілектеріңіз болса, тоже жазыңыз. Қазіргі таңда әрине уже білімім, тәжірибем, уже мен 24-тегі қыз емеспін да, уже кішкене жасым да осы енді үйлену брак дейді ғой да. Уже ұзақ өмірге, да, осы дүниеге, о дүниеге де бір благо дейді, да, бір берекелі болсын ниетпен мен осы қадамға бардым да.
Так что одан да көп пайдалы ақпаратпен сіздермен бөлісемін. Одан да әйелдерге одан да пайдам тисін, жігіттерге де пайдам тисін деген ниетпен бәрі бір гармонияда болады деп ойлаймын. Енді болашақта жоспарым айтсақ, әрине бұл сексология балалық, да, менің сексолог ретінде айтатыным, әрине қазір менде балам жоқ, иншалла дұғадамыз. Енді бұны болашақта қарым-қатынасты, баламен қарым-қатынас, төсек қатынас, жалпы сексология, бала интимдік тәрбие қалай беру, одан да тереңірек мен айтамын, түсіндіремін. Себебі көптеген балалары там порно қарайды, мастурбация, анау өте көп тақырып. Негізінен балалық сексология бұл бөлек тақырып. Мен оны қазіргі айтпаймын, бірақ болашақты жақын арада ондай тақырыптармен мен сендермен бөлісемін. Так что пікір қалдырыңыз, осы видеоға лайк басып қойыңыз, және менің каналыма міндетті түрде тіркеліп колокольчикті басыңыз. Рахмет, сау болыңыз.